Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен шакшука дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге светофор перецтің сары түсі, қызыл түсі және жасыл түсін пайдаланатын боламыз. Барлығын майдалап, видеоға сәйкес етіп турап аламыз. Содан кейін сарымсақ, помидор. Помидор бізге көп мөлшерде керек, себебі шакшука өте сочный болып пісірілу керек. Жарты пияз, оливковое маслоға қуырамыз. Бірінші пиязымызды туралған қуырып аламыз. Содан кейін қалған ингредиенттерді салып, асықпай қуыратын боламыз. Мінекей көріп отқандарыңыздай барлығын қуырып, тұзын, бұрышын, паприкасын салдым. Және азғантай су қосып жібереміз. Қалауыңызша колбаса, сосиски сияқты заттарды салып қуырсаңыз болады. Мына бізде конские колбаски шах компаниясыныңкі, бұл реклама емес. Және 2 жұмыртқа. Тұзын жұмыртқаның үстіне бұрышын саламыз да, бетін жауып, жақсылап піскенше осылай. Толығымен піспеу керек, ортасындағы глазунья шикілеу болып тұру керек. Сол себептен міндетті түрде астын жай қойып, бетін жабамыз. Содан кейін сары майға қара нанды қуыратын боламыз. Яғни біз шакшуканы жеу үшін өте дәмді нанды сухари етіп жасайтын боламыз. Және қатырлақ, ортасы жұмсақ, өте дәмді нан бізде шығады. Мінекей нәтижесінде осындай өте дәмді, сочный, мощный десек те болады, таңғы ас жасадық. Астарыңыз дәмді болсын, менімен бірге дайындаңыздар. BBKX парақшасын және де каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий қалдырсаңыздар болады. Ас болсын.